псевдосәләфилер о бастан ішкі дүниесінде теріс діни сенім орнықтырған. Олар уақыт өте сол іштегі сенім арқылы кез келген арам ниетті амалдарды жүзеге асыруға дайын болады. Бұған бүгінгі псевдосәләфилердің басым көпшілігі ширк, бидағат, тағут, күпірлік амалмен күресу жұмыстарын орындап жатырмыз деп өзімен санаспағанға қарсы келіп жатқандары дәлел. Олар мұндай әрекеттері арқылы іштегі теріс қалыптасқан дүниесін сыртқа шығарып, нәтижесінде өзгеге қатыгездік танытып, мұсылмандардың арасында діни алауыздық отын салып жүргеніне бүгінгі қоғам куә. Өздерін сәләфиміз деп атап жүрген біраз жамағаттар бар. Сенім мәселесіндегі көзқарастарын зерттей келе, біздің қазақ қоғамына көптеген ұлтараздық, дінараздық, алауыздық туғызатын көзқарастары жиі кездесіп жатқан жағдайы бар. Неосәләфиттік көзқарастағы уақытшылардың сәләфи сурури болсын, сәләфи мадхали болсын, сәләфи тәкфири джихади болсын, Қазақстан Республикасының аумағында олардың пайдаланатын діни еңбектері рұқсат етілмейді, және оларды пайдалану заңда көрсетілген әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке соқтыратын ескерген жөн. Дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің дейді. Қасқырдың терісін жамылған қой секілді, ислам діннің атын жамылып, елдің іргесін сөгуге ұмтылып жүрген псевдосәләфилер соңғы жылдарда қарасын көрсетуде. Күллі адамзат баласын адалдық пен тазалыққа үндейтін, әр мәселеге даналықпен қарайтын ислам дінінде еш кемшілік жоқ. Кемшілік тек дінді дұрыс түсіне алмаған пендеде. Тегінде тектілік пен даналық, қанында намыс пен жігері бар қазақ жастары мұндай теріс сенімдерге алданбауы тиіс.